карточкалар. Және Умай бағдарламасы бойынша бұрын 640 мыңнан аспау керек еді зарплата. Қазіргі таңда оның зарплатасы 950 мыңнан аспау керек. Ол не деген сөз? Ойбай, көбісі 950 мыңнан аспау керек дейтін болатынымызда ойлайды екен. Оказывается, 950 миллион болмаса өте алмаймыз. 950 мың болмаса деген. Олай емес, 950 мыңға дейін болу керек зарплаталарыңыз. Яғни сіздің, яғни жолдасыңыз, екі жолдасыңыз бар болса, екеуіңіздің табысыңыз бірге. Егер одан асып кетсе, онда жаңағы Умай бағдарламасына қатыса алмаймыз. Умай бағдарламасында ол жерде не болады? Конкурс болады. Сол конкурста кімнің балы көп болады, сол ал балы ол жерде банктік сыйақыға қарайды. Банктік сыйақы дегеніміз ол отбасы банкта жинап отқан қаражаттарыңызға отбасы банк сізге не береді ғой, сыйақы береді 2%. Сол 2% кімдікі көбірек болады, солдікі көбірек, солардың шансы көбірек болады деген сөз. Бірақ шынымды айтсам, Умай бағдарламасының алғаш шанасы 10%-20%-дан болады. Ол жерде прям ойбай супер, ой керемет бағдарлама, таласатындай бағдарлама деп мен ішімесем айта алмаймын. Дегенмен де әйтеуір басқа өзге банктерден қарағанда бұл әрине жеңілдеу бағдарлама деп айтсақ болады. Және Наурыз банк бойынша бағдарлама алғашқы жарына бұрын 20% еді, барлығына бірдей. Қазіргі таңда 10%-ды алуға да мүмкіндік бар. Ол кезде сіз егер үйді чистовой алсаңыз, онда 10%-пен алғашқы 10% болып ала аласыз. Және достар, келешекте тағы да бір қызық ақпараттар шығып жатыр. Ол ақпарат әлі нақты емес, бірақ ол ұсыныс ретінде болды. Мынандай ұсыныс жасап жатыр жаңағы отбасы банктың басшылары. Парламентке ұсыныс жасады. Егер парламент мақұлдаса, ол да іске қосылады. Бұл не десеңіз, бұл мемлекеттік сыйлықақы туралы. Яғни олар айтады, мемлекеттік сыйлықақыны алып алады да адамдар, бірақ үй алмай бірден шешіп ала салады дейді. Ал енді үй алмайтын болса, онда мемлекеттік сыйлықақының не керегі деген логикалық сұрақ. Жалпы мемлекет не үшін сыйлықақы береді? Мемлекеттік сыйлықақы не үшін береді? Яғни адамдар тезірек үйлі болсыншы, тезірек үйлі алсыншы деген ниетпен береді. Ал біздің жинақтаушыларымыз не? Олар не дейді? Алады да 3 жыл бойы ешқандай жинамайды да. 3 жыл болған кезде соңғысында ақшаны салып жіберіп, мемлекеттік сыйлықақыны алып алады да, одан кейін бірден снимать етеді. Ал шешіп алған жағдайда ол үй алмайды ғой, үй алмайтын болғандықтан онда отбасы банк ұсынып айтып жатыр да, үй алмайтын болса, онда мемлекеттік сыйлықақыны неге береміз оларға деген сияқты, неғып мемлекеттік көмектесу керек деген сияқты логикамен сондай алып тастайық. Егер шешіп алатын болса, онда біз мемлекеттік сыйлықақыны қайтадан бюджетке аударайық, мемлекеттің ақшасын құстай бермейік деген сияқты ниетпен айтып отыр. Бұлай қарап отырсақ, логически дұрыс сияқты, бірақ халыққа өте жағымсыз ақпарат деп есептеймін өзім. Және ол бір. Екінші ұсынысы ол жерде мынандай болып жатыр. Осы уақытқа дейін бір рет отбасы банкі арқылы үйлі болған азаматтар бар ғой, яғни мемлекеттік сыйлықақыны алып үлгерген азаматтар екінші рет жинайтын болатын болса, онда оларға мемлекеттік сыйлықақы бермей-ақ қояйық деген бар. Ол кезде қалай болады мен білмеймін, бірақ бұл өзгерістер шынымды айтайын, өз жеке пікірім, отбасы банктың беделіне нұсқау кетіреді деп есептеймін. Әрине онсыз да жинауға үйренбеген халқымыз оны естігеннен кейін мүлдем жинауды қоятын сияқты. Өйткені қазіргі таңда жинақтау бізде қалай айтсақ болады, жинақтау мәдениетіміз. Мақсатпен бірге. Қалайсыз, Ереке? Ассалаумағалейкум, Мақсат мырза. Мен бағанадан бері сізге приглашение жіберіп отырмын ғой. Жіберіп жатса, мен ондай TikTok несін былай онша біле бермеймін ғой. Неде бірінші рет кіріп отырмын. Бірінші рет кіріп отырсыз ба? Достар, қуанышты жаңалық, маған тікелей эфирге Мақсат бауырымыз қосылып, мақсатты таныстырып, былай жарнамалаудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер осы салада
сіздер бұрыннан бері тыңдап жүрген болсаңыздар, Инстаграмда, ТикТоктың гүлі деп айтсақ болады десейші, ипотека саласында өте мықты азамат, отбасы банкта жұмыс жасаған, жалпы банк саласында бірнеше жылдан бері басшылық қызметке атқарып көп дүниені түсінетін мықты маман. Қазіргі таңда Инстаграмда да, ТикТокта да белсенді. Тағы да приглашение на матч дейді. Ол не деген сөз? Білмеймін, қабылдасаңшы, көрейік қандай екен. Ол не, ол матч деген не? Ойбай. Лайк Ойбай, лайкқа байланысты ма? Кімге лайк көп береді? Енді бұл не нәрсе бұл? Мәке, түсіндірсекші, мен түсінмеймін ғой бұны, рас айтамын. Лайк басыңдар. Ода маған лайк беріңдер, достар, мен ғой қосылып отқан десем. Мені берекелі ереке деп создавайды. Мә, 21-де 3. Мынау мықты жеңіп атсың ба? Менде 3, сен 21 ма? Сағынаш! Келсе тез қызық болып жатыр ма жақта? Әңгіме айтып отырайын. Айтып қалдым, мынау батылма бірдеңе болып жатыр. Мынаны қалай істейміз? Менде 6-24 ол не ол? Лайк басыңдар. Подписчиктер ма? Сонда енді Мәке сіздің подписчиктеріңіз көп қой, сосын солай беріп отқан шығар. 36 берекелі. Давай, біздің подписчиктер қалмаңдар. 6 есе алып келе жатырмыз, құрметті көрермендер. Мінекей, берекелі ерекенің подписчиктері. Мына 5 минут уақыт береді, соның ішінде кімге көбірек болады, сол ойы ма? Сондай өтім ереке. Сонда жеңеді, астында бас жерінде 33 жоқ кетті. Құрметті көрермендер, мінекей 5 есе, 6 есе көйіп кетті уже. Мәссаған. Базар жоқ. 6 есе деген. 9. 4 есеға түсіп кетті, көрдің ба? Уже баған 6 есе 42 болып кетті ғой сен. Молодец, Мәке. Мына отбасы банктегі соңғы жаңалықтар туралы біраз өзіңіз мәліметті беріп жіберіңізші. Не өзгеріс болып жатыр? Қандай бағдарламаларда? Инстаграмда да отырсыз ба, или тек қана не ма? Жоқ, ТикТокта ғана отырмын. Екеуі қатар отыру қиын екен. Мына взглядың Инстаграмға кетіп қалай береді да, мына ТикТокқа мән бермей қаламыз. Олай болмайды екен. 12, 13, давайте, берекелі ерекеде қасыра келеді, басыр. Подарок кетті сізге, ереке, подарықтар. Әні. Подарок беріп жатыр ма, мам? Дүйсеке деген, красавчик, Дүйсеке подарок беріп жатыр ма, Алла разы болсын. Болды, менен теңген кез Дүйсекеден деп қойайын ба? Красавчик. 73 болып кетті ғой, Мәке. Біреу атып отыр ғой сізге. Бас, видеоны түсіріп от. Мәкеңнен 73 мәссаған. 8 оқырманмен мен 73 қана жасап жатырмын. 70, аяқта 48. Олда да мықтылық қой, Мықты. Батыл деген күшті нәрсе екен. Мәке, давай, өзіңіз бір отбасы банкта қандай өзгерістер болып жатыр, сол туралы бір айтып жіберсеңізші. Менің оқырман, сіздің де оқырмандарыңыз көріп тұр ғой бұл жерде, түсінгенім бойынша, Бұл жақтан да тыңдап отыр ғой бізді полностью. Болды, үй жақ тыңдасын. Либо сұрақтарға жауап береміз ба? Астындағы сұрақтар сізге шығып отыр ма? Так, сұрақтар жай, подарил розу дейді, мәссаған. Пончик дейді, пончик деген жүрген ба, ол 30 очко болып кете ма, сонда қалай болып кетеді? Мәссаған. Поздравляем, подсветил подарок, пончик, галерей подарок, мәссаған. Бұл не нәрселер мен? Подарок деген ақша түседі. Подарок деген ақша түседі деп жатыр онда жақта, Майбулоров айтып жатыр. Солай ма? Иә, сондай бір нәрсесі бар. Ереке, сізге естіле ма? Мен сұрақтарды оқып отырайын, сұраққа жауап берейік қазір. Екеуміз ақпарат айтқаннан гөрі. Рахмет, достар, үлкен рахмет. Маған кошка деген қосып. Подарок жіберіп отыр екен. Так, сізге көрсетіліп отыр ма мына жерде? Бар, бірақ мендегілер ғана көрініп отқан шығар. Мына жерде неден сұрақ қойды? Матч начался, жоқ. Қараңызшы, мына жақта Айжана деген бір кісі жазыпты. 2018 жылда. Давайте, мен сізге оқып отырамын, екеуміз кезек-кезек жауап беріп отырайық. Давайте. 2018 жылы очередьте тұрмын, депозитте 5 миллион бар дейді. 2020 жылы счет ашқам, вознаграждение 98 мың дейді. Не айтасыз? 98 вознаграждениесі бар, ереке. 98 болса, ол қазіргі таңда 9 миллион 800-ге 9 миллион 800, 19 миллион 600-дің үйін алуға мүмкіндігі бар, Үйлі-де үйлі, біздің алатын болса, 7,5%-пен. Бірақ егер очередьте тұрған болатын болса, онда мен мынандайларға былай айтар едім. Айжан ханым, мен тыңдап отқан болсаң, екінші депозит ашып қойыңыз.
енді ақшаны екінші депозит өз атыңызға екінші депозит ашыңыз, соған жинақтай беріңіз да мемлекеттік ертең бағдарлама бастаған кезде сол екінші депозитпен қатыса беріңіз. Екінші депозитпен қатысып өтіп кеткен жағдайда жаңағы мемлекеттік сертификатты аласыз, кетіп қала бересіз. Ал енді өзіңіздің жинап алған ақшаңыз бар ғой, онымен екінші үй алып аласыз бұйырса. Сондықтан онда жақсы үй жинап отқандарға мен айтамын, әрдайым екінші депозит ашып, сол екінші депозитпен қатысыңыздар. Өзіңіз жинаған, өзіңіз мысалға осы уақытқа дейін сол ақшаны жинау үшін қаншама қалай сізді таңдау тұрды ғой. Мен не істеймін? Мынаны отбасы банкқа салайын ба, әлде мен өзім бір қыдырып не алып қалайын ба деген сияқты. Сол қыдырудан бәрін өзіңізді шектедіңіз, жақсы киімнен шектедіңіз өзіңізді. Оңай болған жоқ қой жинақтау деген. Шын сөзі шындай керек. Мысалы сізде қыдырғыңыз келді, рахаттанып басқалар жоқ, қыдырмай мен үйіме саламын деп салып жатыр. Сондықтан ол таза сіздің еңбегіңіз, Айжан ханым, сіз мықтысыз, молодецсіз. Сондықтан мен айтам, екінші депозит ашып, екінші депозитпен мемлекеттен алып үй алып алыңыз, одан кейін рахаттанатын тағы да бір үй алып аласыз. Өзіңізге, бала шағаңызға ертең ол инвестиция ғой былай айтқанда. Сондықтан сізден баядан болмайды, сәл шыдасаңыз болды енді бұйырса. Мен айтарым осы. Керемет. Көп бала ретінде үй алу үшін сол қалада 3 жыл прописка болу керек па дейді. Айтып жіберіңізші, қай қалада 3 жыл прописка болу керек? Мәселе қай қалада болуы, Алматы, Астана, Шымкент қаласында болса, республикалық маңызы бар қалаларда болатын болса, онда 3 жыл міндетті түрде болу керек. Ал қалған қалаларда тек қана пропискаға тұрсаңыз болды, очередке тұра бересіз. Керемет. Аида ханым, егер қараңыз, мына жерде мен жауап бере салайын, 3 миллион бар, бір комната үй ала аламын ба дейді. Аида ханым, сіз егер Астана қаласынан болсаңыз, келсеңіз болады, сізге бірнеше ұсыныс бар. Яғни көп жағдайларда енді қолыңызда 3 миллион теңге бар болса, ол қолыңызда тұрсын. Біз сізге қазір не алып бере аламыз? Ремонтсыз бір бөлмелі пәтер алып бере аламыз. Ремонтсыз, бір бөлмелі пәтер. Ай сайын төлем 180, 190, 200, 210, 220 сол аралықта болады. Сіңілім бастарында үй жоқ, баспана күтіп жүргені біраз уақыт болды дейді. Былай ғой, газет Абдайова. Баспананы күтіп жүргеніне дегенге қарай тұрғын үй кезегінде тұрған секілді, егер ол кісі тұрғын үй кезегінде тұрған адам болатын болса, онда былай кезекті күтудің қажеттілігі жоқ. Жалпы болып жатқан мемлекеттік бағдарламалар бар. 2-10-20, 5-10-20. Одан кейін көптеген қалаларда жасыл ипотека деген бар. Тұрғын үй кезегінде тұрған жандарға 7%-бен жеңілдетілген пайыздық үстемелер береді. Одан кейін Наурыз бағдарламасы бар. Сол секілді бағыт бағдарларды қарап көрсін. Егер адам баласының жалпылама былай ғой, қарапайым тілде айтқан кезде, егер мемлекеттік бағдарламадан бөлек үй кезегінде тұрмаған адамда бастапқы жағына аздау болатын болса, онда бір 80% жағдайда ол кісі қымбат пайызбен ипотека алады. Сондықтан мүмкіндіктеріңіз болатын болса, әйтеуір кішігірім сомадан болсын бір жинай берген дұрысырақ, абзалырақ. Осы уақытқа дейін бар ғой, Ерекеме бір байқаған нәрсем бар ғой. Мен әрқашанда өзім эфирлерде айтып жүремін, халыққа айтып жүремін. Негізінде баспана алудың ең бірінші қадамы ол жинап бастау. Менде бір оқырманым болған. Сенесіз ба? 5 теңгеден жинап бастадым дейді ғой. 5 теңге. Бастығы бүйтеді екен. Кәсіп жасайды да, жұмыстан кейін қалады ғой тиындар. 1 теңгеліктер. Соларды алады екен, керек емес деп кәсіпті қалдырып кетеді екен. Ол жігіт қалады екен де сол бүкіл бағана керек емес деп жинаған ақшаларын бәрін өзіне копилкаға сала береді екен ғой. Мәке дейді, бірінші 5 теңге алып кеткен дейді. Одан кейін 20 теңге алып кеттім дейді. Сөйтіп бісміллә әйтеуір бағана Құдай өзінің ниетіне, әрекетіне, амалына қарай баспанаға жетуге мүмкіндікті берген да. Дұрыс айтасыз, Мәке. Бұл жерде мәселе привычка дейді ғой, әдет қалыптастыруда, жинақтау әдетін қалыптастыру. Бір жәйменде бастаса, қанша теңгемен болса да әдеттеніп кетеді да жинақтауға. Иә. Керемет. Бір бөлмелі 5 пенсионки қалай алса болады? Вознаграждение 159 мың дейді. СВ деген кісі әдемі ғой, мына депозитіңіз. Болады ғой. Қалай, не істеп жүр осы таңғаламда осындай кісілер? 80 мың вознаграждение, 100 мың вознаграждение, 150 мың вознаграждение. Жоқ, Мәке, мына жерде абайлаңызшы, 159 мың вознаграждение отқан, ол мүмкін госпремияны айтып тұрған шығар, сатасып тұру да мүмкін. Егер вознаграждение 159 мың деп айтып. Егер өзінің 159 мың вознаграждениесі болса, ол ше әдемі ғой, ол
ойнап жүріп алатын нәрсе ғой негізі. Так, тағы да сұрақтар қазір мен жайлап оқи берейін Ереке. Иә, оқи бер. Мына жерде Дүйсеке деген маған подарок жіберген, Дүйсенбай деген жігіт екен, менен үй алған жігіт. Енді есіме түсіп жатыр. Маған Дүйсеке красавчик. Подарок атты. Меруерт, Дүйсебай екеуі алған, есімде. Керемет. Так, көп балалы анам, очередьте тұрмын, 3 миллион бар, отбасы банктан дейді. Ереке, жауап бере қойыңыз. Қалай дейді? Көп балалы анам, очередьте тұрмын, 3 миллион бар. Көп балалы анам, 3 миллионым бар дей ма? Иә. Очередьте тұр еще, иә? Иә. Болды, ары қарай тағы да айтып отырмын, ондайларға мен едім 3 миллионыңыздан бөлек тағы да басқа депозит ашып қойып, соған шамалап ақша жинаңыз да, сол депозитпен мемлекет бағдарламаларға қатысыңыз. Ана 3 миллионға ары қарай жинақтай беріп, мүмкіндік бойынша, егер кезекте тұрған болсаңыз, сізге кәдір үй керек болатын болса, оны сіз өзіңіз емес, өзіңіздің туған бауырларыңызға аударып жүріп, туған бауырларыңыз атынан үй алып алыңыз да, кәдірден. Ал жаңағы мемлекет бағдарламамен кейін аласыз, асықпай. Өйткені қазір үйіңізге алып қоятын болсаңыз, мемлекет бағдарлама бойынша ала алмай қаласыз. Сондықтан қасында жақын тұрған туған туысқандарыңыз арқылы алуға сондай мүмкіндік жасаңыз. Жалпы кеңеске келсеңіз, толыққанды бәрі айтып беру үшін. Ереке, номеріңізді айтып жіберсеңізші. Мен номерім жазбағансың ба саған? Неде жазбай тұр ма? Жазып қоя алмаймыз ба? Жоқ, сіз маған көрінбейді, менің нелеріме көрінбейді, подписчиктарыма. Мен бұл айтайын ба? 8 жазып алыңыз. 8775 060 2022 060 2022 775 алды. 8775 060 2022. Бұл біздің рабочий номеріміз, соған хабарлассаңыздар, берекелі Ерекеге записка жаздайын деп едім десеңіз. О, Дүйсеке, красавчик, Алла разы болсын, жазып берді Дүйсеке. Міне Дүйсеке деген жігіт мен 175 060 2022 деп жазып берді. Ай, красавчик қой Дүйсебай. Міне менің досым. Мейлі бір минуттың өшсе, зато өз шаңырағым компаниясының номері. Мақсат мырза, Алла разы болсын, уақытыңызды бөліп, кешкі бір ауыз сөз айтып едім. Мен наоборот, сіз айтқаннан кейін жұмыста отырып, мен сізге сағат 6-тан бері жіберіп отырмын негізі приглашениеңізді. Өзім 6-та бескетке де бастадым ғой. Қалай? Жоқ, мен сіз қосылған жоқ па, білген жоқпын да 6-тан бері берекелі Ерекеге приглашение жіберіп отырмын ғой. Болды, рахмет, Алла. Мен андайларды көрмеймін, случайно көріп қалдым. Аға, жауап бересіз ба дейді, үмбет сұрақ қойған екен ғой, тап қарай берейінші тағдайдан. Депозит 700 мың ақша бар, қанша вознаграждение береді? Дүйсеке 700 мыңға ол ай сайын қанша вознаграждение беруін білу үшін, білесіз ба, лайфхак мен формуламды. Мәке, білесіз ғой мен формуламды? Білемін ғой, Ереке. 1166 теңгеден келіп отырады. Ай сайын 1166 теңгеден келіп отырады. Анау 700 мың теңге ақшам бар дейді да, соған вознаграждение қанша беріп отырады дейді отбасынан. Мен оны ең оңай жолы 600-ге бөле саласың, болды. Ай сайын шығып отырады. Пенсионкама нормальный история норм дейді. Үмбет дейді, история сізді тағандай сұрақ қойды. Үмбет бауырым, пенсионкаңыз нормально деп тұрсыз, неге жауап бермейсіз дейді. Мә, саған біраз ренжіп отыр ғой неқті адамда. Так, алдында сұрақтарды аға жауап берсін. Үмбет дейді. Үмбет, мұнда сізден көрдім, пенсионкам нормальный история норм дейді. Одан басқа сөз көрдім ба мен? Басқа сөз көріп тұрған жоқпын мен. Ну-ка, іздейші. Так. Оны көріп тұрған жоқпын. Қандай сұрағыңыз қандай? Пенсионкаңыз бар болатын, историяңыз нормальный болатын, үй алатын әрекет бар ғой, жинақтап отбасы банкпен алуға болады, болмаса басқа банктермен алуға болады. Әрине басқа банктер қымбаттау. Так, Галина сұрақ қояды. 60 жастағы пенсионерка отбасы банк очередь тұрса да жасыңыз келмейді дейді. Неге? Галина ханым, 66-тағы шындығында да 64 жарынан асып кеткеннен кейін оларға несие бермейді, бірақ очередьте тұр. Егер очередьте тұрып, өзінің уақыты келіп, очередьте тұрып, жаңа конкурсқа қатысып, негізгі тізімге өтіп, үйге өтіп жатса, онда только полный выкуп деген болады. Үкіметтің бағасымен үйді бірден сатып алуға да болады. Бірақ не бермейді.
кредит бере алмайды. Так, БРЗ деген неге жауап бермейсіз дейді. Ол БРЗ қандай сұрақ қойдыңыз? БРЗ-ны байқамай қалдым. БРЗ деген так. Қайтадан жазып жіберсеңіз, БРЗ мына жерде мен мүмкін менен шықпай тұрма, или так. Так, бағана сұрақ қойған соң, сұрақ қойғандардың арасынан қарап жатырмын, бірақ чотто таба алмай жатырмын сұрақтарды. Вот, не? Мен де бірінші тиктоктың эфирін. Оказывается, сіздегі комментарийлер сізде өзіңізден көрінеді. Сіз менікін оқып отқан жоқсыз, что-то? Мен сіздікін вообще, менде сұрақ практически жоқ сияқты. Мен адамдар жазып отырды, соны мен түсінбей тұрмын. Сіз басқа сұрақтар оқып отырсыз. Значит, бірімізге көрінбейтін болып тұр ғой. Аха, сондай бір нәрсе. Сіздікі өзіңізге, менікі, болды. Сондай болып тұр ғой, мынанда. Так. Екеумізге де жазылған болса қалай болады? Білмедім шын. Екеумізге де. Аға жауап беріңіз. Үмбет қайтадан қоя салшы сұрағыңды. БРЗ тағы да қойыңызшы, аға қойыңызшы дейді. Кошка деген жазып жатыр. Аға қойыңызшы дейді. Кошка деп мазақтамаңызшы дегенім осында. Батыл ойнаймыз дейді. Так, Кошка сұрақ қойып. Наурыз 36 миллионға 7 жылға қанша қосылады, соны айтыңызшы дейді. Қараңыз, 36 миллионға примерно 13-14 жылға береді. 36 миллионға егер 9% болатын болса, оны просто 100-ге бөле салсаңыз, примерно 360 мыңнан келеді. Мынан түрме не кім оқып қойды? Мынандай шапқа оқып қойып бірден. Сондай шығып кетеді. Неге шығып кетеді ондай? Подарок Примерно 360 мыңды енді ойлаңызшы, сіз 360 мыңды сіз где-то 13 жылға көбейтетін болсақ, 13 жылға көбейтетін болсақ, әжептәуір ақша төлеп қойған боласыз. Сіз получается 36 миллионнан 7 миллион алып тастаймыз ғой, 29 миллион алады ғой. Один годом, почти один годом. Бүкіл жыл бойы төлейтін болсаңыз, 29 миллионға 27 миллиондай төлеп тастайды екенсіз ғой. 7 жылға есептеп бермейді, Наурыз, сіздігі точно айтамын. Оны 13-14 жылға есептейді. Так, мәсәлән, үйлі түсіндіріңізші TikTok дейді. Үйлі деп отқанымыз, 50% саласыз, 6 ай күтесіз, үйліден кейін, одан 7,5%-бен аласыз, одан 7,5%, 1,5 жылдан кейін 4-8-ге түсіп кетеді. Ең вкратце солай енді, отбасығанда. Тарас Ханшайым дейді, сәлематсыздар ма, пенсионкадан аударған ақша қанша жылға дейін отбасыңда тұрады, қаңтар айында қай? Пенсионкадан аудардыңыз ғой. ЕПО-ның счеты екен ғой, сұрап тұрған. ЕПО-ның счеты 6 жыл тұрады отбасында. Сол салған мәліметтен 6 жылға дейін тұра береді. 6 жылдан кейін кетіп қалады егер пайдаланбасаңыз. Кешар Астанама дейді. Астана, сәлематсыздар. Ана кісіге жазып жауап бермеген соң сіз жаққа өттім дейді Перизат. Саған мақсат. Мен айтып отырмын. Екеуміз негізі бірге эфир жүргізсе, екеуміз екі түрлі не істейді екеуміз. Онда бірге отырып өткізу керек екен, да, я? Бірге отырып өткізу керек екен, аха. Да, қаласы. Давайте есть пенсионку можно оформить ипотеку, если есть счет дейді, Динара сұрап жатыр. Айтыңызшы, Мәке. Мақсат жауап беріңізші. Подарок береді, Мұқан дейді, красавчик подарок беріп жатыр. Без пенсионку можно оформить ипотеку, если счет есть? Можно, но нужен первоначальный взнос. Хоть и небольшой. Все, нужен, да? Можно. Кошка айтады, өтірік жауап береді екен бұларда дейді. Мәссаған, біз өтірік шығып қалдық. Өтірік емес, потом екеумізде қазір не болып отыр ғой? Андай болып кетті да? Сіз бөлек оқып отырсыз, мен яқтын оқып отырмын. Онда Ереке бірге кірерміз онда, я? Қалай мына эфир істейміз? Сөйтеміз ба? Халық қаңғайсыз болып кетті ғой деймін. Все. Жақсы, рахмет. Рахмет, Мәке, Алла разы болсын. Все, жақсы. Қалай істейді? Үйлі, жаңа бір жарымның алдын үй алдым, енді отбасының күн үй алуға бола ма дейді. Болады. Мақсатқа өтем-ау аға дейді. Кошка, сіз ренжіп қалдыңыз ба? Өтпеңші десем. Ұмай туралы айтыңызшы дейді. Тарас Ханшайым, Ұмай туралы жаңа айттым, 50 миллионға дейін көтерді. 50 миллионға дейін несін займ мөлшерін, бұны 30 миллион еді, енді қазір 50 миллионға дейін көтерді. Одан кейін бұрын табысыңыз шектеулі 640 мыңға дейін ғана еді, оны қазір 950 мыңға дейін көтеріп тастады.
ол екіншісі және бірінші екінші нарықтан ала беруге болады. Екінші нарықтан алатын болсаң 2016-тан жоғарыларды ғана ала аласыз. Осындай талаптарды өзгертіп тастады. В принципе, финансирование көбейеді, так что көп адамдар үйлі болады. Енді январда басталатын шығар, Алла қаласа, сол туралы айтып отыр. Бірақ оңай Құдай қаласа, январда деген енді көреміз қашан басталатынын. Дүйсеке рахмет, подаркілер жіберді, масқара екен, үйлі жақсы екен одан. Дұрыс айтасыз. Негізі үйлі өте орынды. Наурыздан қарағанда, Наурыздың ыңғайлы жер, конечно 20% салып, алып алғаннан ыңғайлы. Бірақ енді лучше 20% үстіне қосып 50% қылып күтсеңіз де, әйтеуір 1 жыл күтсеңіз де, 6 ай күтсеңіз де, әйтеуір жинап үйлі алған намного жақсы, если честно, шынымды айтайын. Мақсатқа өтемеу дейді, қабылдаса, ол кісі қабылдайтын шығар енді, бірақ менен де қалай береміз, екі жаққа да екі жақтан да ақпарат ала берсеңіз. Ассалаумағалейкум, Астанада қашан шаңырақ болады? Бейсен Ахметов мырза, сол қашан болатын бізде өзіміз күтіп отырмыз, негізі декабрьде болады деген. Бастапқы жарнасы алуға бола ма деп беріп жатқан. Негізі бәрібір керек бастапқы жарна, ол бастапқы жарнасыз деген болмайды, бәрібір керек болады. Застройщик 2030 даму туралы қалай ойлайсыз, сенімді ме, қабылмай ба, бюджеті есес кірген. БРЗ, ханым, БРЗ деп тұрған, енді ат жөніңізді білмеймін. Жалпы мен застройщиктерге өз басым, білмеймін, бүкіл застройщиктер ренжімесінші. Маған үй эксплуатацияға беріліп, документі бар үйлерге мен айтамын, давай ал деймін. Ал енді эксплуатация берілмеген, пока не дейтін болса, мен лучше олармен жұмыс жасамай тұрамын, шын айтсам. Лучше күткен қымбат болса да, зато дайын тұрған үйді алғанды жақсы көремін. Сондықтан мен қандай да бір застройщик мынау мықты, мынау нашар деп мен ештеңе айта алмаймын. Сондықтан өзіңіз шешіңіз, мен қандай да бір ақпарат беруге бере алмаймын дегенім ғой. Так, отправил подарок Розу дейді, Перизат рахмет, мақсатқа өтемеді, тағы жазыпты ғой. Оңай бағдарламаға қайтты. Оңай туралы айтыңызшы, кредитім бар, оңаймен ала ма деп. Негізі Тараз қаншайым кредитіңіз бар болса, оңай бағдарламасымен алуға болады, бірақ кредитіңіз бар болатын болса, одобрениеңіз аз суммаға келетін болады. Қайырлы кеш дейді, Динара ханым, кеша, Наурыз пайызын түсірсінші, өтініш дейді. Енді Наурызда пайыз, негізі 9%да қатты қымбат емес, ал 7% ол әлеуметтік осал топтарға арналған 7% болады. Так, сколько нужно первоначально взнос примерно без пенсионки? Динара, без пенсионки, как правило, хотя бы 1,5-2 миллиона, точно нужно будет. Ассалаумағалейкум, Астана қашан шағылымда қайтадан сұранып, қайтадан болып, ассалаумағалейкум. Балам осында жұмыс жасайды, пенсионка жүреді, бастапқа ақша салмай қалай алуға болады. Енді алғаш жарына сіз алу деген, бәрібір 1,5-2 миллион теңге керек болады, по-любому керек болады, достар. Ол без пенсионка, без первоначального взноса деген болмайды. Так, Санжар сұрап жатыр, саламатсыз ба, 37 миллион үйін Наурыз программасынан алатын болсақ, туу арқылы доход жүргізу үшін ай сайын қанша құю керек дейді. Санжар ханым, ондай сұрақтарға Наурызда енді 36 миллион ғой максимально. Оны сіздің кредитный историяңызды қарау керек, сосын қазір басқа жақтан пенсионға түсіп тұрма, түспей тұрма, соны қарау керек, сосын неше бала шағаңыз бар, сосын жолдасыңыз жұмыс жасайды, жасамайды, соның бәрін ескере отырып, мен есептеп айтып беремін. Онда есептеу маған жеке кеңесімен жазылсаңыз, 8775-060-20-22 деген номерге, тағы қайталайын, 8775-060-20-22. Осы бағдарлама, осы номерге жазсаңыз, тікелей жаңағы менің онлайн консультацияма шықсаңыз, мен сізге есептеп беретін боламын. Так, атымда Раушан дейді, атымда үй бар, Астанада бір комнат үй алайын деп едім, шот ашқанмын, 2 жыл болды, енді 1 жыл. 2 жыл болды, енді 1 жыл. Қалай түсіну бар? Атымда үй бар, Астанадан бір комнат үй алайын деп едім, шот ашқанмын, 2 жыл болды, енді 1 жыл. Так, 2 жыл болды, енді 1 жыл. То есть 2 жылдан бері ашып қойды, енді 1 жылдан бері ақша жинап қоятсыз ба? Солай түсіндім ба? Раушан ханым. Атыңызда үй бар болатын болса, егер отбасылықпен алам дейтін болсаңыз, онда
отбасы банкта 50% жеткізіп барып ақшаны сосын барып алған жақсы. Негізі әрине жасыл ипотекамен де алуға да болады 20%-ын салып. Наурыз бағдарламасына қатысуға, наурызбен сіз қатыса алмайсыз, атыңызда үй бар ғой. 30-70 деген бағдарлама бар, ол да бірақ тиімсіз бағдарлама, если честно, оны мен клиенттерге мүлдем ұсынбаймын, шынын айтсам. Сондықтан үйлі пайыз жинап, атында үй бар екен ғой, үйіңіз бар, тұратын жеріңіз, пока жинап, бір бөлмелі үй алуға болады, просто үйлі пайыз жинап. Жасыл ипотека төлем көп, Кошка төлем. Кошка, сіз атыңыз кім? Кошка деген бір түрлі екен, атыңызды айтып қойыңызшы, мен сізге атыңызбен айтайын. Өте көп болады, өйткені 12,5% процент ставкасы біріншіден, екіншіден, егер очередте тұрған болсаңыз, онда сізге 7% болады, очередте тұрмаған болсаңыз 12,5% болады. 7%, так, Санжар 7% наурыздан алсақ, тоға қанша доход, қанша құйы. Оны жаңа айттым ғой, оны 7%-мен болса да, 9%-мен алсаң да, оны мен жеке консультациямен есептеме алсаң, жеке өзіңізге есептеп беремін. Ертеңге орын бар ма дейді. Рабочий номерге жазыңыз 875 060 20 22. Егер бар болса, көмекшілерім айтады, сізді жазады. Жоқ деп ады, көмекшілерім айтады, уже жоқ дейді. Онда, так, 17-сіне жазылады ғой, онда бұйырса. Тик-топ жазылады. Өзіме, балаларыма, жолдасыма жостойда шот ашам сияқты қосылым. Әрине, ол мемлекет сыйлыға қосылады, шот ашсаңыз, ол енді жаңа семейный пакет дейді ғой, жанұялық пакет болып есіп береді. Әрине, бәріне қосылады. Егер Қазақстан Республикасының азаматы болса, барлық әрине. Ертаев дейді, мәссаған, күшті фамилияңыз Ертаев. Бақытжан Ертаев деген генерал ағамыз береді ғой. Менде депозит ашылғаннан 7 жыл, 109 мың вознаграждение, ақша тұрақты салынбады, 2,400,000 бар, ОП3 қана дейді. 109 мың вознаграждение болса, Ертаев мырза, онда сіз 22,800,000 үйін қазір ала беруге рәсімдеуге болады. Әрине, оған 10,900,000 салып жіберсеңіз, онда керемет мүмкіндік бар. 50-50-мен оформить беруге болады. Атыңызда үй бар жоққа ешкім де қарамайды. Так что толық ақпарат беретін болса, онда маған жазылыңыз, кеңеске мен сізге толық есептеп беремін. 875 060 20 22 деген. Так, Санжар сөз, соңғы 3 жылға толады, 1 жыл жинасам деген Раушан дейді. Так, деген шығар Раушан дейді. Сұрау 3 жылға толады, 1 жыл жинасам деген. Раушанның жаңа сұрағын айтып тұрған екен, мен түсінбей жатқанға. Рахмет, Санжар. Тикток өзіме, балаларыма жолдатын жылтыры шот ашқам сияқты қосылады, жаңа айттым. Кошка, үй алмай жатып үйді көруге бола ма? Компанияларды үйді алып сапасыз үй болып шығып жатыр дейді. Дұрыс айтасыз, Кошка. Бұлай болады. Енді айдол продажаға барсаңыздар, бірінші үйді көрсетеді ғой олар. Ал егер жаңа наурыз бағдарламасы бойынша барсаңыздар, онда сізді бронировать етесіздер, барып брондаған үйлеріңізді көріп, сосын барып оформить етем деп өзіңіз келісім бересіздер. Бірінші, конечно, үйді көріп аласыздар ол кезде. Динара сказать, если у мужа есть пенсионка, я могу счет на мужа перевести дейді. Конечно, без проблем. Если у вас свидетельство о браке есть между вами, без проблем можете перевести. Самое главное, данные, которые свидетельствуют о браке и вашем удостоверении личности супруги у вас должно быть идентичны, все одинаково. Без проблем можно. Раушан ханым, алтында үй бар, Астанадан бір комнат үй алайын деген депозит ашқам, қанша ақша болу керек депозит дейді. Айтып отырмын ғой, депозитте Раушан ханым 50% болған жақсы, 50-50 алып алғаныңыз жақсы. Думан Қасым, отбасына 20% құйып үй алуға бола ма дейді. Болады, ол жасыл ипотекамен болады, 20%-бен ала беруге болады. Және атыңызда үй болмаса, наурыз бағдарламасына қатысып алуға болады. Сол екеуі. Үйді барып көруге болмай ма, алып жағын сұрағын. Так, болды деймін сұрақтарым. Енді арғай жылжымаса, значит, сұрақ жоқ деген ғой, дұрыс па? Так, қанса бәріне қойып. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, жаңа ғана. Так. Санжар сұрақ қойып жатыр. Наурыз бақ программасы арқылы сусын категориясымен қайтарымсыз тұрғын үй сертификатын алуға бола ма? Ақтөбе қаласы дейді. Керемет сұрақ, Санжар ханым, оны Ақтөбенің несінен вообще жалпы жилищный сертификатты акиматтың өздері береді. Акиматта тұрған қаражаттар өздерінде көп болса, мүмкіндік болса, сол кезде береді. Оны енді акиматтың өзі шешеді. Отбасы банк шешпейді, сондықтан акиматтан барып сұрау керек. Негізі
наурыз бағдарламасы бойынша жаңағы Алматы қаласы беретін хабарлаған. Ал енді Ақтөбеден оны мен нақты айта алмаймын. Санжарған. Так, некоторые комментарии скрыты для безопасности сообщества дейді. Кейбір комментарийларыңыз көрінбей жатыр дейді. Наурыз бағдарлама қалай дейді, үмбет сұрап жатыр. Наурыз бағдарламалы жақсы, 20%-бен алуға болады, 10%-бен алуға болады. Ең главный тұр, неге өтіп алсаңыз болды ғой. Жаңағы негізгі тізімге. Приглашение отправлен дейді маған. Приглашение қаяқтан көреді? Приглашение отправлен. Гости деген нома. Начать. Приглашение отправлен деп шықты да. Пригласить. Ойбай, не бұл? Одан басып қойшы пригласить. Мама? Ошолай. Ну, пригласить. Так, стать гостем эфира. Басылмай жатыр, ә? Так, тікелей эфирге қосылам десеңіздер, маған жіберіп көріңіздер. Мен мына TikTokта бірінші рет отырғасын, бірінші рет емес, енді алдында отырмын, бірақ жиі отырмағасын көп нәрсесін білмейді. Наурыздың неге өзіміз таңдай алмаймыз жылын дейді. Жоқ, Кошка, мына жерде атыңызда жазыңызшы. Кошка дей берген бұл түрлі екен. Айып етпеңізші. Кошка 22 ба деп. Сіз ер адамсыз ба, әйел адамсыз ба, білмеймін даже. В общем, қараңыз, неге жылын таңдай алмайсыз дейсіз ба? Өйткені мен сізге айтайын, бұл жерде отбасыңызды дұрыс түсіну керек. Алғашқы 10 жыл ол аралық займ деген болады. Алдын ала займ. Одан кейін 3-4 жыл неге береді? Тұрғын үй займына береді. Сондықтан 10 жыл, максимум 8 жылға дейін қысқартылады. Аралық алдын ала займды. Ал нені тұрғын үй зайым тағы да 5-6 жылға. Бәрі 13-14 жылға шығады. Бұл жерде тұрғын үй займын аралық займның сұрауын азайтатын болса, онда ай сайынғы төлем өте көп болып кетеді. Неге? Өйткені сіз алдын ала зайым деген предварительный зайым. Бұл төлеміңіз екі платежден тұрады. Біріншісі бүкіл суммаға кетіп жатқан проценті, екіншісі депозитке салып жатқан ақшаның мөлшері. Депозит взносы на депозит дейді ғой, депозитке жағынан кетеді. Сондықтан жылды қысқартып жіберсе, депозитке салатын ақша 50%-ға дейін жететін ақша. Ол көбейіп кетеді, ай сайын төлем өте көбейіп кетеді. Сондықтан максималды төмен болу үшін оны алдын ала займның сұрауын көбейтеді. Негізі теоретически таңдауға болады, бірақ үйіңіздің төлемақы қабілетіңіз өте күшті болады. Өйткені банкке пайда беру керек. Олай да солай дұрыс шығар. 7 жылға алды танысым, сіз 11 жыл деп отырсыз дейді. Енді, значит, оның табысы күшті болған шығар. Сосын табысы күшті болғаннан кейін, допустим, сумма кредитования деген бар, ежемесячный, допустим, максимальный ежемесячный платеж. Сол ең көп болған. Соған дейін автоматты түрде компьютерді қысқартып береді. И то мен жаңағы менеджермен согласовать етеді, жаңағы заемщикпен согласовать етеді. Серік Итемгенов сауат, әскери қызметкерім, артымда үйім бар, былтыр алғам депозитке біраз ақшам бар, тағы да ұялы. Серік мырза, егер сіз жилищный выплатамен қазір төлеп жатқан болсаңыз, лучше алмаған жақсы, өйткені бізде сондай историялар болды. Жилищный выплатамен төлеп жатқан үйді алып алған, тағы да үй алып алғаннан кейін ғана жилищный выплата тоқтап қалады. Сондықтан соны сіздердің өздерің юристтеріңізбен ақылдасып барып алған жақсы. Огонь дейді. Рахмет. Ары қарай фундаменті бар жерді алуға бола ма отбасымен? Жерді алуға болады, рәсімдеуге болады, құжаттар барлық түгел болатын болса, иә. Екі графикпен төлейді 30-дан 70-пен. Дұрыс айтасыз, иә. Екі платеж болады 30-дан 70-пен. Поставил. Кошка лайк қойыпты ғой. Сізге рахмет. Кошка ханым, бағана ренжіп жатыр едіңіз, мақсатқа кетіп қалам деп. Не қойыпсыз, лайк қойыпсыз. Алла разы болсын сізге. Алла разы болсын. Так. Енді қандай сұрақтарыңыз бар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Так. Опа. Кім қосылып жатыр? Қосылды ғой, иә? Кім ғой? Мен қостым ба? Толик Айдарханов деген қосылды. Оғалейкум ассалам. Төке, түріңіз көрінбей жатыр маған?
Видеоңызды қосып жібересіз ба? Қайсы? Мама? Сообщение. Кошка ханым помещение жоқ, отбасы мүмкін никак ала алмаймын. Төке, неңіз көрінбей тұр ғой? Видеоңыз көрінбей тұр. Жоқ, менікі шығар. Менің дауысым естіліп тұр ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мені көріп тұрсыз ба? Көрінбей қалды ғой. Қаяқта? Мен халыққа көріп тұрмын ба вообще? Бірақ мен өз-өзім көріп тұрмын. Міне көрінді. Төке, ассалаумағалейкум. Енді көрдіңіз. Қай қаладан хабарласып тұрсыз, Төке? Арқалық қаласынан. Арқалықтың өзіненсіз ба? Иә. Бәрекелді. Бұрыннан тыңдайсыз, бүгін жаңа қосылдыңыз ба маған? Жаңа қосылдым. Бұрын мен көрмегенсіз бе Инстаграмда, ТикТокта? Көрдім ау деймін, сол жаңа әдемі қосылып бітті. Жазда Арқалыққа бардым ғой, Құмкешу деген ауыл бар ғой? Бар, иә. Иә, сол жерде мен барып, арабский киіп алып, зачем мне Дубай, когда есть Торғай деген видео шығардым. Иә, тиктоктан көрдім. Сол видеодағы жігіт мен ғой деп жатсам, иә. Дұрыс, қуаныштымыз. 30%-пен отбасы банкі арқылы ма, Астанадан? Отбасы банкі арқылы ең азы 20%. Одан кейін 30%-бен алуға. Ең керемет ол 50%. 50%-бен алған ең тиімдісі сол. Бірақ енді 20%-бен алсаң, енді перепады көбірек болады, бірақ дегенмен де басқа банктерге қарағанда ол аздау болады. Сіз жинап жатсыз ба? Отбасы банкте жинап жатсыз ба? Сол жинайын ба деп, әлі жинаған жоқпын, сол білейін деп едім. 20%. Аштыңыз ба? Иә. Аштыңыз, енді ашқаннан кейін қолыңызға қандай қаражат түседі? Қойды 1000 теңге бар ма, кәсіпкеріңізді алып сала салыңыз. Қойды 2000 бар ма, алып салай беріңіз. Осы артық ақша ұстамай, отбасы банкқа салай беруді үйрену керек та, шынымды айтсам. Сөйтіп күннен күнде 100 000 болғанын байқамай қаласыз. 100 000-ді көріп тұрып, мә осыны 200-ге жеткізсем екен деп, 200-ге деп, 200-ден асып жатқанда, мә 500 қашан болады екен деген идея болады. 500-ге жеткен бір кезде, жаңағы госпремия алу үшін ең шамалақ қалды деп, госпремия жеткізесің. Бір кезде 1 миллион болады, бір кезде 2 миллион болады. Сөйтіп азатқа түсіп, қалай 5-6 миллион жинап қойғаныңызды байқамай қаласыз. Ал енді 5-6 миллион жинап қойғаннан кейін міндетті түрде уже біздің қажекеңдер жыбырлай бастайды. Мен 5-6 миллионым бар еді, не істесем болады деп. Бана күтпейміз да, неге дейін 50%-ға дейін 5-6 миллионмен уже келеді да, давай дейді да, ары қарай іс-әрекетін жасайды. Ол кезде де болады да, жетпей тұрған нәрсені қатырып кредитпен алып салып жібереді, үйлі оформить жібере салады да. Зато үйлі болып қояды чем. Сондықтан мен всегда айтамын оқырмандарыма, хотя бы бір 5 миллион жинап қойыңызшы, бір әрекет жасауға болады. Сондықтан басыңызға бір 5 миллион дегенді салып алыңыз да, давай жинақтай беріңіз. Содан кейін ереге міне 5 миллион айтқандай тікелей эфирде айтып едім ғой, міне 5 миллион жинап келдім. Давай енді бір әрекет жасайық деңізші. Мүмкін сіз 1 жыл жинасыз, мүмкін 1,5 жыл жинасыз, әйтеуір жинайсыз ғой 5 миллион. Жиналады ғой әйтеуір. Иә, дұрыс айтасыз. Жиналады. Ол біз былай да, қарашы Төке, жинақтай баста деген кезде біреулер айтады, мен айлығым аз, ол қаяқтан жиналады дейді. Иә, айлығы көп адам жоқ, шынымды айтсам. Айлығы көп адам жоқ. Жоқ, бар ғой, бірақ жоқтың қаз. Олардың өзі жылап отырады, ақша жетпейді деп. Сөзі шынында керек. Кеше мен бір клиент келіп, сағат 8:30 кезінде келді, кешке жақын. Кредит историясын ашып қалсам, кредит деген толы бар. 800 000 бар кредит төлейді екен. Мә, сен мына кредиттен бәрі қалай төлейсің ай сайын десем, табысын алып қалсам, 800 000 мен 2,5 миллион алады ғой айына. Айына. Енді, бірақ 800 000 кредиті бар. Ол да жылап отыр, ақша жетпейді дейді. Түсініңіз ба? То есть, бұл не деген сөз? Қаншалықты көп тапсақ, соншалықты көп жұмсаймыз. Оған
Сондықтан ренжудің қажеті жоқ, бірақ біз просто қаржылық сауаттылықты үйреніп, тапқан табысымыздан хотя бы 10% болса да салып үйренуіміз керек екен да. Бірақ ол ондай жинақтау мәдениетіне әлі жете алмай жатырмыз біздің еліміз, өкінішке орай. Қанша айтамын. Бірақ мен айтайын ба, 2017 жылы ма, 16 жылы ма бір орыстың әйелі келді маған. А что, по 50 тысяч можно копить, что ли, деп айтты. Да, конечно, можно, почему бы нельзя, дедім. Все, это 50 мыңнан салып отырып, кейінгі уже азатқа кіріп кетіп, кейін салып, в общем, 3-4 жылда жинап, 4 жылдан кейін ба, маған реально көрсетті, міне сіздің ашып берген депозитіңізге ақша жинап, үйлі алып жатырмын. Пожалуйста. То есть, реально, кәдімгі кіріп кетсеңіз, жинайсыз. Сондықтан төке, Алла тағала бекерден бекер емес шығар сізге, біздің тікелей эфирге шығып жатқаныңызға. Оны айтамын, Алла жар болсын, қолдаса болады. Жинаңыз, жинақтаңыз. Сосын оны қиналып кеткен кезде жүгіріп келіп отбасымды шешіп алайын деп едім деген ой вообще болмасын. Ол жоқ деп есептеңіз, все жоқ. Түсіндіңіз ба? Ол жоқ деп есептеңіз. Жақсы, жұмысыңызға сәттілік. Все, жақсы төке. Давай, амандық. Давайте. Сұрақ болып жатса, жаңа рабочий нөмірге хабарласасыз ба? Жақсы. Мен неден қарап отырыңыз, мен енді тағы да қыдырып неге барып жатамын, может кездесіп қалармыз артқы халықтан. Жақсы. Давай, сәттілік. Давай, сәттілік. Так, Санжар сұрап жатыр, 30% отбасы банк салымшысы салады, 20% банк береді, екеуін қосып бір төлейсіз, дұрыс айтасыз. Иә, ондай бар. Так, 50% төлегенше дейді. Так, жалпы түсіндіріп жатырмын, білмейтіндерге көп салымшы күткісі келмейді, тез алғысы келеді. Дұрыс айтасыз, Санжар мырза. 5 бірінші 3 миллион. Тараз қаншайым 5 бірінші алуға болады, бірақ ол өте қымбат болып кетеді. Первоначалка болмағанмен де 1,5-2 миллион бәрібір керек, первоначалка деп қоямын. Ерболат Динара дейді, сұрап жатыр. Ерболат 50-50 алсам 50% пайда ғана санап бере ма дейді. 50 алсаңыз, Динара ханым, егер 50% сіз 3 жыл бойы как положено жинақтау жүйесіне сәйкес жинақтаған болсаңыз, онда сіздің берген 50%-іңізге ғана процент жүреді. Ол кезде 5-ақ% жүреді 6 жылға. Ал егер сіз оның отбасы банктың қойып жатқан талабы болады, 3 жыл жинақтаңыз, бағалау көрсеткішін 16 деңгейге жеткізіңіз, 50% болсын деген ондай шартты орындамасаңыз, хотя 3 шарттың біреуін орындамасаңыз, 3 жыл болмай қалды, немесе 50%-ға толды, 3 жыл болды, бірақ әлі бағалау көрсеткіші жетпей тұратын болатын болса, онда пока бүкіл суммаға жүре тұр, пока 3 шарт орындалғанша. 3 шарт орындалғаннан кейін уже переход болып, сіз банктың берген ақшасына ғана аударылып кетеді. Так. Ассаламу алейкум, Ереке дейді. Оғалейкум ассалам, Нұрлан деген жер. Қайрат Ерсары, подписчик. Так. Частично досуз погашениемен срок азайтып, переплатаны азайтуға болады, үйледі. Дұрыс айтасыз, Санжар мырза, сіз отбасы банкті күшті түсінеді екенсіз. Бәрекелді, рахмет. Так. Мына жерде так, семейный пакет болса бәріне түседі ма госпремия? Жансая ханым, егер семейный пакетте бәріне госпремия түседі, егер бәрі Қазақстан Республикасының азаматы болса, яғни кәдімгі жасыл удостоверение бар, бәріміз осындай болса, пожалуйста, түсе береді. И туысқан екенін дәлелдейтін құжаттарыңыз болған жақсы. Келесі жылы премия қанша болады, қанша саламыз премия болсын. Келесі жылға, яғни осы жылы салу 138.400 теңге салсаңыз, 147.680 теңге максимальный госпремия алады әр адам. Әр адамға біреу ғана. Сақай дейді, теперь подписчик дейді. Сақай, мен баяғы менің үйімді ремонттайтын Сақай ма? Сол болса, ассаламу алейкум, Сәке. Өткен Сақай деген ат аз ғой деп атқан мүмкін сол шығар. Өте күшті көмектесіп берді Сақай, өте мықты қолынан. 10 саусағынан 10 өнер тамған азамат деп айтайықшы. Так, Тила есілім дейді. Ассаламу алейкум, Ереке, қандай тариф ең тиімді, стандарт па, промежуточный ма? Стандарт әрине, стандарт. Промежуточный займның ішінде стандарт деген болады. Өзі промежуточный займ 3-ке бөлінеді. Стандарт, жеңіл, жеңіл 2 деп. Жеңіл 2, жеңіл деген. Ең ыңғайлысы стандарт. Ыңғайлы болғанда ең тиімдісі деп айтайықшы. Так, Айно теперь с нами дейді. Так,
Енді тікелей эфирге қосылам дейтін болсаңыздар, маған запрос жіберіңіздер, мен сіздермен тікелей эфирге қосылайын. Так, сообщение кетіп кетеді. Тиктоктың мына кнопкаларын түсіну қиын екен, неше түрлі кнопкалар болады. Так, сұрақтарыңыз болса, жасыл ипотекада сосын категория очередте тұрса 7%. Әрине, Санжарда, мына жерде сосын емес, любой категория, разница жоқ, қандай категория болса да, әйтеуір очередке тұрса болды 7%. И причем очередте, мысалы үшін айтайық, Қызылордада тұр, бірақ Астанадан алғысы келе ма, пожалуйста, оған да 7%. Так что любой қаладан 7% жаңағы немен кезекте тұрған болса болды, отбасы банктан Астана, Алматы, Шымкент, любой қаладан 7%-ын ала беруге болады. Жасыл ипотека бойынша тек қана. Баспана, что за программа, какая минимальная сумма нужна? Динара, Баспана это тарифная программа депозита, которая как будет накапливать депозит. То есть это предусматривает, что если вы вовремя будете накапливать, то 2% будет вознаграждение от банка, госпремия, естественно, 20% в конце года, раз в год. И в течение, если 3 лет вы накопите, как минимум 3 года, можете 3, 5, 6 и так далее, больше копить. Да, минимально, если оценочный показатель будет 16, то вам дает банк по 5% жилищный займ без подтверждения дохода. Если вы накопите еще лучше, оценочный показатель будет не 16, а 20, к примеру, тогда у вас будет жилищный займ от 4,8%. То есть, получается, простыми словами, чем больше, чем хорошо будет накапливать, тем на меньшую сумму будете попозже кредитоваться. Вот такая. Так. Бар орысшам кетіп қалды ғой, орысшам. Ертеңгі орысшам алмай қалды ғой. Ертең мейрамға орысшам жетпей қалатын болды ғой. Так. Кошка, сіз атыңызды жазыңызшы, менің есімім осындай деп. Потом біртүрлі екен кошка деген. Так, 3 жыл жинасаң 7% аласың. 3 жыл болмаса 15% аласың. Дұрыс есептеңдер қалдым. Опа. 3 жыл жинасаң 7% аласың, 3 жыл болмаса 15%. Дұрыс есептеңдер. Что-то дұрыс емес деу сияқты бұл айтқаныңыз. 3 жыл жинасаң 5% аласыз. 3 жыл болмаса 15%. 15% айтқаныңыз, типа, бүкіл суммаға жүргеннен кейін 7,5% сосын 15% деп тұрсыз ба? Олай шамалы түсінік до конца дұрыс емес енді, шынымды айтсам. Өйткені депозитте жатқан ақшаға 2% мемлекеттік қосылады, 20% госпремия қосылады, оны да есептеу керек шынымен. Так, ереке депозит 3 жыл болса, келесі жыл тек госпремия шығарып депозит алмай болмай ма? Жоқ, олай болмайды. Ондай понятие жоқ. Депозиттің бір бөлігін шешіп алам деген кезде мемлекеттік сыйлық ақында тура сол бойынша профессионально шешіліп алады. Тек госпремия ғана алам, депозитін қалай берсін, ондай болмайды. Санжар, Ақтөбе қаласы менеджері 12%-бен аласыз деді, жазылбай түсінбедім, менеджер білмейді. Жоқ, дұрыс емес. Ақтөбе қаласында, скорее всего, жасыл ипотека жоқ шығар. Сосын шығар, айтты, 2,5-мен ала бересіз деп тұрған. А так біздің Астанада, пожалуйста, 7,5-7%-ын ала бересіз. Жерді қалай алуға болады? 13 отбасымен 13 миллиондық па? Жерді де кәдімгідей 50-50-мен ала бересіз. 50% саласыз, ал егер не болса, оценочный показатель жетіп тұратын болса, баласы ала бересіз. Өркен Жұманов, келесі жыл үй қымбаттаймын екен. Өркен мырза, осы мәселе актуалды мәселе деп сұрақ десек болады. Өйткені жұрттың бәрі келесі жыл үй қымбаттап кетеді деп әрекет жасап жатыр. И шынымен айтайын, искусственно ажиотаж жасап, спрос болып кетіп жатыр да, соның арқасында қазір сатып жатқандар выигрыши болып жатыр, если честно. Но келешекте үй қымбаттайды дегенге мен өз басым сенбеймін. Неге? Просто бұл ажиотаж. Қымбаттағанмен бірақ кейін алатын адам болмағаннан қайтадан мотивациялап кете береді деп айтпаймын. Жасыл ипотека 19,5% жетпегенде 8% жоқ дейді.
жасыл ипотека 19.000 есептемейді ғой, 12-де 5.000 есептейді. Так, Мари дейді, 128 вознаграждением бар, қанша теңгеге ала аламын? Мари ханым, тыңдап алыңыз, мен осы инстаграм парақшамда лайфхакпен бөліскенмін. В общем, былай, вознаграждениеңізбен қанша үй ала аламын дегенде мен лайфхагым сол вознаграждение просто 200-ге көбейте салыңызшы. Мысалға, 128-ді 200-ге көбейтетін болсаңыз, сізде 25 миллион 600 шығады. Значит, осы вознаграждение 25 миллион 600-дың үйін 12 миллион 800 салып, 12 миллион 800-ді банк бере алады деген сөз 7,5%-пен. Егер әрине депозитіңізде 12 миллион 800 жатса. Ол Маридің сұрағына жауап бердім. Яғни вознаграждениені 200-ге көбейте салып, сол кезде шығатын сумма ол үйдің бағасы болады. Әрине сол үйдің бағасының жартысы 50% отбасы банкта жатса, ары қарай үйлі оформить етіп алуға болады. Үйліде ол кезде 7,5% алған кезде төлемақы қабілетін міндетті түрде растайсыз. Және пока процент бүкіл суммаға жүреді, кейін бір жарым жылдан кейін төмен пайыз 4,8-ге ауысып кетеді. Так, сұрақ қойып жатыр. Сәлеметсіз, мен көпбалалы анамын, кезекте 2023 қаңтарда тұрдым дейді. Ал кеш жарық 2023-те тұрған болсаңыз, енді ары қарай жинақтап отбасы банктың бағдарламаларына қатыса беруіңіз керек. Енді ол жерде бағдарламаға қатысатын болсаңыз, көпбалалы болғаннан кейін сізге 2%-мен беретін болады, бірақ 2%-мен кезегіңіз келем дегенше сөзі шындығы керек, бәрі очередке тұрған уақытпен қарасақ. Енді қазіргі таңда Астана қаласының басқа региондарда айта алмаймын, бірақ Астана қаласында 2008-2009 жылдары өтіп жатыр. Ал пока 2024-ге дейін дегенше ол әжептәуір уақыт өтіп кетеді. Так, табыс растаймын ғой? Иә, Марихан, сізге айттым ғой, табыс растайсыз дедім. Так, Айдана мен бірге дейді. Күшті ник қойып аласыз. Ник дейді ғой, бұндай де, Айдана мен бірге. Наурызбен алдық 50%, 3 жылда толтырсақ процент тоқтай ма переплата дейді. Дұрыс айтасыз, 50% қазірден тез толтырып 50% толтырып тастасаңыз, онда бүкіл суммаға емес, кейін переход жасай аласыз. Толық мүмкіндігіңіз бар, проблема жоқ. Просто бағалау көрсеткіші хотя бы 16 болу керек ол кезде. Саламатсыз ба дейді жарқыным, саламатсыз ба, 20 жыл тұрғанша шанс бар ма дейді. 20 жыл тұрғанға енді 20 жылда тұрғанға, енді Астанада пока шанс аздау деп айтайын 20 жылдарға. Өйткені айтып ба, қазір 2008-2009-дар өтіп жатыр. Бірақ үмітсіз шайтан қатыса беру керек бүкіл бағдарламаларға. Депозит ашқаныма, так, мынандай сұрақ қойып жатыр. Депозит ашқаныма 2 жыл болады, счетта 1,6 миллион бар, атында үй бар, атында үй жоқ, қандай бағдарлама қатысуыма болады? Атыңызда үй болмайтын болса, как раз Наурыз бағдарламасы бар. Атыңызда соңғы 5 жылда атыңызда үй болмаса, Наурыз бағдарламасына қатысыңыз. Оған қатысуға 2 миллион теңге керек. Енді 1 миллион 600 жинаған адам 400 мың теңге жинап, Құдай қаласа, неге алуға болмайды? Алыңыз. Наурыз бағдарламасы бойынша алғашқы 10%, егер чистовой алсаңыз 20%, егер черновой алсаңыз. Мысалы дейді, Жансая сұрап жатыр. Мысалы дейді, жасыл ипотекамен алсақ, тұрғын үй кезегіне қай уақыттан бастап тұрған маңызды емес па? Өте керемет сұрақ қойдыңыз Жансая. Дұрыс айтасыз. Маңызды емес. Жасыл ипотекамен қазір тұрыңызда жасыл ипотекамен қатысып 7%-ін ала беруге болады. Мына көп балалы азамат сұрақтар, оған да жасыл ипотекамен ала беруге болады. И причем қай регионда тұрған, ол да маңызды емес. Астанадан келіп ала бересіз. Негізі тікелей эфир достар пайдалы болып жатыр ма? Пайдалы болып жатса, пайдалы деп жазып қойыңыздаршы, мен шамалы соған мәз болып отырайын десем, иә. А то ештеңе жазбай жай қарап отырсаңдар қызық емес екен. Былай сұрақ қойып отырсаңдар шамалы қызық болады да. 17 адам тікелей көріп жатыр, сырттан шалап жатқандарда талпы адам шығар енді. Так, пайдалы әрине дейді. Жансая ханым, рахмет, пайдалы болса, наурызға қатысқан өтперім дейді. Биыл өтпесеңіз келесі жыл өтесіз, ешқандай уайымдамаңызшы. Саламатсыз ба Назгүл ханым, күшті пайдалы дейді. Тила есім дейді. Тила есіміңіз ерекше екен. Өте пайдалы болып жатыр. Рахмет дейді. Тараз Ханшайым, рахмет. Динара дейді. Пайдалы, рахмет дейді. Динара осы сұрақ, пайдалы сұхбат дейді. 2 Динара бар екен. Динара Шуебаева, сіздің Динара. Так, маған рабочиймен Айтбекке звондайсыздаршы, тікелей эфир болып жатыр деп. Айтбек деген бар.
Ерболат тікелей эфир болады, звондамай ақ қояды. Так, сәлемет. Так, Карен деген сұрақ қойып жатыр. Сәлеметсіз бе? Мен 2011 жылдан бері тұрмын. Сізге консультация баруға бола ма? Карен ханым ба, Карен мырза ма, білмеймін. В общем, Карен тыңдаушы деп айтайыншы. Подписчик дейді. Подписчиктің қазақшасы қалай? Оқырман. Иә. Карен оқырман. Иә, осы, иә. Карен оқырман. Сіз былай жасаңыз, нөмір жазып алыңыз. 775 775 060 20-22. Тағы қайталайын, 775 060 20-22. Негізі сыртын мына жерге жазып қою керек, негізі келесі жолы жазып қояйыншы дейді. Сол осы нөмірге хабарлассаңыздар, менің консультацияма жазылады. Басқа қаладан болсаңыз онлайн болады, егер Астанада болсаңыз біз офиске келіп тікелей ақпарат алып аласыз. Сәлеметсіз бе дейді Жанара, сәлеметсіз. Биай үйлерін қалай алуға болады? Тараз Қаншайым биай үйлерін алуға болады, өйткені ол неше түрлі банктермен бірге жұмыс жасайды. Әр банкке барсаңыз, мысалы каскадный ипотека деген бар, сол жерде биайдың үйін алуға болатын варианттар бар. Бірақ әрине ол жақта басқа банктерде өте қымбат проценттер. Сондықтан басқа банктерде қымбат, отбасы банкпен алу үшін оны жинақтап барып аласыз ол кезіне. Так, консультация бесплатно ма дейді Динара ханым. Мен жұмыс уақыты болғандықтан, мен жұмыста енді жұмыс ешкім тегін істемейді, сондықтан айбеттеңіз, бізде консультация ақылы. Шотқа 2 миллион салып, наурыздан өтсем қанша пайызбен алуға болады? Егер сіз сусын категориясы жататын болсаңыз, әлеуметтік осал топтарға жататын болсаңыз, онда 7% аласыз. Ал оған жатпайтын болсаңыз, онда 9% аласыз. Және алғашқы жарна 10% болады, егер чистовой үй алатын болсаңыз. Ал егер черновой алып жатсаңыз, онда 20% болады алғашқы жарна. Так, Серік дейді, с нами дейді. Жақсы. Так, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Отбасы банк туралы. Отбасы банкта 1 миллион теңгем бар дейді. Жанар сұрап жатыр. Жақында салған едім, кез келген уақытта шешіп ала аламын ба дейді. Жанара ханым, негізі, салған ақшаңыз, ол сіздің ақшаңыз, шешіп, кез келген уақытта шешіп аласыз. Бірақ шешіп алған кезде мына комиссияны ескеріңіз. Шешіп алған үшін 5000 теңге кемінде алады. Ол бірінші комиссия, екінші комиссия. Егер бұл 3 жылға толмаған депозит болатын болса, онда біріншіден биылғы банктік сыйақыны алып қалады. Ол бір, екінші. Және мемлекеттік сыйлықақыны алып қалады. Ал егер 3 жылға толған болатын болса, онда сізден тек қана 5000 теңге ғана алып қалады. Соны ескеріңіздер. Ал егер 1 миллион теңгені салдыңыз, бірақ салғаныңызға 1 ай өтпей шешіп алам дейтін болсаңыз, онда 1 миллионның 1% ұстап қалады, достар. Ол деген 10 000 теңге ақша. Так, сообщение келіп жатыр. Так. Они же должны где-то быть у меня. Бір сатынан асып кетті, міне тікелей эфир отыр. Уақыт деген сіздермен тез өтіп кетеді екен, қалай өтіп кеткен. Так, 3 миллион мемлекеттік сыйлық сыйақы алып, ішінде 5 миллион болса, неше миллион ала аламыз ипотекаға дейді. 3 жыл мемлекеттік сыйақы алып, ішінде 5 миллион болса, неше миллион аламыз ипотекаға дейді. 5 миллион болса, 5-ке 5 қоссаңыз, 10 миллион ғой. Максимально 10 миллион қаласыз, 50-50 мен оформлайды. Рахмет дейді, рахмет. Али Ерболатов дейді. Фамилияңыз қандай күшті Ерболатов. Менің есімім Ерболат. Уағалейкум ассалам, Алике. Менде семейный пакет 4 лям бар, вознаграждение 100 мың дейді. Осы 100 мыңда 200-ге көбейтсеңіз 20 миллион бола ма? Значит, сіз қазіргі таңда Алике 20 миллион теңге алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни 10 миллионыңыз болса, 10-ға 10 қосып. 4 миллионның үстіне қазір бірден 6 лямды қосып салып жіберсеңіз, енді лям деп тұрсыз ғой, енді мен де лям деп сөйлеймін. 6 лям салып жіберетін болсаңыз, онда 10 лям болады да, 10 лямға 10 лям қосып, 20 лямды үйді 7,5%-мен рәсімдеп жіберуіңізге болады. Енді Али, сіздің тіліңізбен айтып жатырмын, лямдер. Негізі миллион деген сөз ғой енді. Қанша болса да салсам бола ма дейді Жанара. Әрине, қанша салсаңыз алай беріңіз. Отбасы банкта. Енді биыл әр семейный депозитке салу үшін, семейный депозитте 738 400-ден болу керек қой, кемінде. Сол кезде 147 680 теңге болады.
Мәссаған эфир қызып жатқан сияқты маған ұнап жатыр шынын айтсам. Айбек Ташкенбаев теперь с нами дейді. Кетіп қалмаңыз енді, Нұргүл дейді, Қанат Ыдырыс с нами дейді. Ух ты, Ая теперь с нами дейді. Так, қандай сұрақтарыңыз бар жаңадан қосып жатқан достар? Эфир пайдалы болса пайдалы деп айтып қойып отырыңыздар. Сұрақ қазіргі таңда тағы да бір қайталап өтейін, эфирдің басында қайталай бердім. Мына жерде біраз ақпараттар бар, соны айтайыншы. Түркістан қаласында, Қостанай қаласы Рудныйда, Ақсу қаласы Павлодарда, Павлодарда, Орал қаласында, сосын Талдықорған қаласында Қарабұлақ, Балықбей деген ауылдарда қазіргі таңда 2%-бен 5%-бен нұрлы жер, бұрынғы нұрлы жер дейміз ғой шаңырақ. Қазіргі таңда жаңа концепция бағдарламасы өтіп жатыр. Так. Адамдар көбейіп жатыр дейді. Иә, Жансая ханым, рахмет, көбейіп жатыр. Көп рахмет, өте жақсы түсіндіресіз, тамаша дейді. Туф, қандай керемет Жанара ханым. Осындай нелер күшті. Ереке мені қосасыз ба дейді. Үмбет Қайғалы ағасы. Алеке, мен Астана қаласындамын. Қазір мына Үмбетті қосып жіберейікші. Үмбетті қалай қосамыз? Үмбетті қосылып сұрап жатыр екен. Үмбетті қосайық. Қай қаладан екен, танысайық, сөйлесейік. Эфирдесіз. Ассалаумағалейкум Ереке. Уағалейкум ассалам, Үмбет бауырым. Сіздің видеоңыз түріңізді көрейік, қандай азамат екеніңіз? Мен қалай қосатын тоже білмеймін аға, мен де тиктокта көп отырған жоқпын. Қазір көрейін кәне бір қалай. Давай, қай қаладан хабарласып жатсыз? Баспа. Мен өзім Қарағандыда тұрамын. Қарағандыда тұрасыз. Жалпы қай жақтың азаматысыз? Жоқ, Қарағанды жақтысыз ба? Иә. Бәрекелді. Дұрыс. Бүгін көрдіңіз ба мені? Бұрыннан қарап жүрсіз ба? Жоқ, мен бүгін осы қазір көріп қалдым. Мен сізді мен нені қоса алмай жатырмын. Ереке мен ұғытты. Видео деген шығу керек дейді ғой, мен нем айтып жатыр. Айтшы, түсіндірші кет. Мені көріп тұрсың ба, Үмбет? Көріп тұрмын, сізді көріп тұрмын. Микрофон қосылып тұр, мен микрофон қасында трансляция деген тұр. Сосын қай жерден не болады? Видео шығып тұр ма? Видеоның осындай иконкасы. Иконкасы бар ма дейді видео. Иконкасын басып қалыңызшы. Өзіңізде шығу керек. Видео деген. Анада бір үйлерде өшпестік қосылмай. Қосылмайды. Сізде қанша подписчик? Менде подписчик жоқ менде. Мен жақында шыққанмын ғой тиктокта. Подписчик болмаса қосылмай ма? Видеосы көрсетмей жарайды енді, амал жоқ. Ереке, мен сізді осы қазір жаңа эфирді бастадыңыздар, жаңа батылға шығып бастадыңыздар ғой, содан алдын отырып көріп отырғанмын, содан бері сізді тыңдап отырмын. Мен қазір өзім жұмыстамын, вахтада едім ғой. Менде мынандай сұрақ сізге, бір көмек ретінде бір ақылыңызды айтып жіберсеңіз, осы салада жүргесін. Мен әлеге қолымда депозитте, Каспийде бір 10 миллион шамасы ақшам бар жиналған. Каспийде жинадыңыз 10 миллионда? Иә, отбасы банкта бір 80-70 мың теңгедей бар. Бірақ ашып қойған, оған бір жылдан зияттау болып қалды. Бірақ 2 жыл толмады ғой деймін. Отбасы банкқа жинамадым. По причине маған вдруг ақша керек болып қалар деген ой болды да. Сосын менде қазір атымда үй жоқ. Болмаған, үйленгенмін. Не дейді, жасым 30-да, соған бір қандай бір бағдарламалар бар ма, может жеңілдеу қылатын, или мен дағы дәлші. Мен бірақ Астанадан 3 комната үй алғым келеді. Левый беріктен бір сәл қымбаттау бір үй алғым келеді. Бір 40 миллионнан әрі үй алғым келіп отыр да. Соған не совет бересіз маған? Менде сіз құпия алмады, 10 миллионды өзіңіз жинадыңыз ба, әлде бірдеңе сатып жібергеннің ақшасы ма? Жоқ, ол жиналған ақша. Сосын Ереке, менде тағы бір мынандай нәрсе бар да. Маған желательно жылын максималдау қылу керек па, или как-то маған чтобы аймай төлемі бір 300 мыңның ояқ-бұяғында болса, нормально. Иә, аздау болу керек та, чтобы мен келесіде, чтобы мен, например, даже маған 10 жылға ипотека оформить еткенменен, мен 10 жыл төлемеймін оны да. Құдай қаласа, бір 4 жыл, 5 жылда құрып кетуім де мүмкін. Енді қазіргідей болып тұрса жұмысым. Или қалай дейсіз, например, мен
любой былай банкке барып алсам да менікі примерно тиімді болып тұр да. 15 миллион мен кредит берсе, қанша ақша жинасам да 15 миллионның ипотекасын мен жақсы көтереді екенмін да. Былай өзім шамамда. Қандай ақыл бересіз? Түсінікті. Өзіңіз қазір Қарағандыда тұрасыз, бала-шаға Қарағандыда. Иә. Бірден Астана көшіп келейін тұрған жоқсыз, просто келешекке алып қойып жатырсыз. Дұрыс түсіндім ба? Может, олай да көшіп баруым да мүмкін, көшіп бармауым да мүмкін. Негізі қараңыз. Мен сіздің орныңызда болсам, былай жасар едім. Тыңдап. Bir однокомнатный алып қойып, ол жерден ай сайын төлем аздау болады ғой, бір 15-20 миллионның однокомнатный, оған кетеді, условно айтайық, 20% кетпеген өзінде бір 4-5 миллион ғана кетіп қалады. 4 миллиондай кетіп қалады, иә? Сол 4 миллионды басқа банкпен алып, сразу оформить етіп қойып, сдавать етіп тастар едім. Ал қалған 6 миллион ақшаны, 5-6 миллион ақшаны мен отбасы банкқа салып тастап едім. Түсіндіңіз ба? И жатай берсін. Түсіндім. То есть ақшаңызды екіге бөліп тастар едім дегенім ғой. Сізге қазір егер мүмкіндігінше ақша жақсы тауып жатсаңыз, тасылап, бір бөлмені үй жинап тастай бересіз. Жаңағы таста жауып тастай бересіз, өйткені оның квартираның жақсысын төлеп жатыр дегендей. Сосын оны тез жауып тастауға мүмкіндігіңіз болады. Ол кейінен 1 жыл, 1,5 жыл ма, әйтеуір жауып тастайсыз ғой, Алла қаласа. Дұрыс па? Оған дейін сіздің 5-6 миллионыңыз отбасы банкта айналып жатыр. Оған вознаграждение деген керемет күшті көтеріп тастайды. И раз ана үйді сатып жібересіз, ананы үйлі оформить етіп, керемет пайызбен конкретно бір үй алып аласыз. Ең күшті вариант осы. Мен сөйтер едім сіздің орныңызда болсам. Менде сосын тағы, сосын мен ереке, мынандай да жағдай қылсам болады. Менде қазір тағы бір өзім атымда емес, әкем атында алғам. 2 комната квартира бар. Соны мен пока қазір ремонттап жатырмын, баға жағынан аздау шықты. Мен примерно Құдай қаласа, бір жарты жылдың ішінде, думаю, мен саудаға шығара аламын да, оны мен примерно сата аламын. Оның енді минимальный бағада есептегенде 8 миллиондай тағы алып келеді. Мен соны қалай сол кезге дейін күтейін ба, или қазір сіз айтқандай осы мен ала берейін ба, қолымдағы бар ақшамен? Қолыңыздағы бар ақшамен жаңағыдай бастап сүй берсеңізші. Қолыңызда бар ақшамен жаңағыдай сүй беріңіз. Сосын отбасы банкте ақша салып қойыңыз. Болмаса, жаңа бүкіл ақшаны кейін тағы үй түсетін болатын болса, мен қолымда бүкіл ақшаны салып қойып, ол банкте ақша айналып жүргеннен кейін, вознаграждение көбейгеннен кейін, мен 50%-ға толтырып жүріп, тағы да жаңа 8 миллион тағы салып жүріп, үйлі оформить жіберетін мүмкіндік болады. То есть қараңыз, 9 миллион теңгеңіз жатай беретін болатын болса, 1 жыл жататын болса, 18 қосып 36 миллиондық үй алуға мүмкіндік береді. Как раз 8 миллионды салып жібересіз да, 1 жылдан кейін тасылдатып 36 миллионның 40 миллионын ала беретін мүмкіндігіңіз болады. Ол жаңа опа не деген сұрамай ма ода? Мен просто бір рет мен отбасы банкқа барғанда опын келмейді, там не деді да? Бірден салсаңыз келмейді. Кейін келетін болады. Жату керек қой счетта. Счетта жату керек, иә. Ол сіздің счетта жатай берсе, сізден нан сұрамайды ғой, ештеңе сұрамайды, обслуживание сұрамайды, просто жатай береді, болды. Еще оған банк сізге рахмет 2% береді, госпремиясын береді, оны еще мүмкіндік болса, семейный пакетпен ашып жасаңыз, вообще керемет. Так что Үмбет бауыр, номеріме жазылып алып, тікелей жаңа мен консультацияны шығамын, осылай видеозоны WhatsApp-пен аламын. Номерім жазылып аламын, 8775. Хорошо. 06. Жаңа айтқансыз, мен өз нөміріңізді жазып алғам, жаңа эфирде айтып отырған. Сіз Астанада офистарыңыз, а? Иә, Астана, мынадан сканер шығамын. Хорошо. Ереке деген не бар ғой менде, Инстаграм парақша, соғана жазып қойсаң, соның ішінде бар. Хорошо. Жақсы. Жақсы.
Все, давайте аман болыңыздар, жаста келсек давай. Үлкен рахмет, Сәттілік бауырым. рахмет. Каспийге ақша жинап қойып, оны жұмсамай жүрудің өзі үлкен дисциплинаға мықтылық болды екен. Каспийде тұрған ақшаны оңай емес қой, шақсы жинау. Молодец. Сәттілік, так. Құда көруге адам керек па дейді. Мына Әділжан, что-то сөздеріңіз хата барма алатын құда көруге адам керек па? Не деген сөздер мынау, Әділжан? Онда шамалы сөздеріңізді реттеп қоясың, жағдайын деп. Доп екен. Али, жағдайым доп екен дейді. 3 жыл жатады дейді. Түркістанның ипотека берілетін қандай үйлері бар дейді. Как раз Түркістаннан қазір болып жатыр ғой. Мен жаңа айттым ғой, мені қосыңызшы дейді. Так, Али, мен Али, оппа, Алиді қосайық, кеттік, ері болады. Ал Алиді қосып жатырмын. Сағыныш, срочно зарядка алып келші, зарядка мазайып қалды. Ассалаумағалейкум, Береке. Уағалейкум ассалам, Әлеке. Сіздің де видеоңыз көрінбей жатыр. Аллахым мұндалы шүкіршілік жатыр. Эфир ашылмайды ғой әлі, подписчик ал ғой. Брат, мен жаңа сізге жазып едім ғой. Менде 4 миллиондай бар жаңа отбасы банкта. Вознаграждение примерно 100 мыңнан асты ғой деймін. 100 с копейками. Семейный пакетка бөліп сағамыз. Почти 2 жыл жатыр уже. 2 жылдай болды жатқанына. Енді мен атымда үй бар, өз атымда Павлодар қаласынамын. Мен тоже Астанадан квартира алайын дегем. Осы үйімді де қойғам продажаға. Егер өтсе, примерно бір 20 миллион айын өтеді. Сол отбасыға салып алам ба деп, или үйдің өткенін күтпей, 4 миллион мүмкіндік бар. Қолыңызда 4 миллион депозитте тұр. Тұр, иә. Сіздің вознаграждениеңіз 20 миллионға беріп тұр. Жаңа 20 миллионның 6 миллионын саласыз. Өзіңізде 14 миллион қалады. Солай емес па? Иә. Сіз отбасы банкта 20 миллион шығарып аласыз. 20-ға 14 қосаңыз, 34 миллионға дейін үй алуыңызға толық мүмкіндігіңіз бар ғой, егер төлемақы қабілетіңізді растай алсаңыз. Ал енді әлеге төлемақы қабілет растау үшін қазірден бастап дайындалғаныңыз жақсы. Ол үшін маған тікелей эфирге шықсаң, тікелей эфир деппін ғой, WhatsApp-қа видео звонокпен консультация жазсаңыз, кімнің атынан пенсионка жүргізуіңіз керек, біз қандай доход жасауымыз керек, соның бәрін есептейтін болсаңыз, Құдай қаласа спокойно үйлі бола аласыз, ешқандай уайымғайсыз. Мен ойлағам ғой, осы мына үйді пока күтпей, мына 4 миллионмен алуға мүмкіндік бар ма менде? Пока мына үйдің өткенін, мен просто бағаны қымбат сұрап отырмын, асықпай отырмын, по-любому өтеді үйім. Онда 6 миллионды потребительский кредит алып салып жібересіз, қазір ала бересіз 20 миллионға үй. Болады, төлемақы қабілетіңіз келетін болса істеуге болады. Істеуге болады, иә? Конечно. Нешедесіз, Әлеке? 34-темін. 34-те, жақсы. Менен кіші екенсіз, мен 48-дегі ағаң болады. Иә. В общем, по-любому потребительский кредит алу керек, да? Потребительский аласыз ба, біреуден туған туысқандардан, құдалардан сұрап тұрасыз ба, енді оны о жағыңыз шешесіз. В общем, 10 миллионға жеткізіп алған жақсы да, 20 миллион құя алатын болсаңыз. Енді 18-ге алып жатсаңыз 9-ға жеткізесіз дегенде ғой. Астанадан 16 маңайына ала аламын ба? Мен, в принципе, жартысын толтыруға болады, бір 15-16-ға қандай үй тиеді? Енді жайске однокомнатный тиеді ғой, болады ғой алуға. Болады да, тауып алуға да? Болады, бізде. Сіздер үйді де тауып бересіздер ме, или қалай сіздерде? Бізде, услугамыз бар, услугадан бөлек, егер бізге договорға отырған адамдар болатын болса, риэлтордың бағасы 100 мың теңге болады да, біздің риэлторлар. Біздің клиенттерге 100 мың теңге ғана болады. Поэтому оның несі, мында Жансая жазып жатыр, потребительский кредиттің пайызы ужас дейді. Жансая, потребительский кредиттің процент ужас емес, ужас деп айтайықшы. Сондай. Иә. Так. Енді керек кезде алып, енді тезірек жауып тастасаңыз, енді аман зато үйлі болып қаласыз да. Үйге алуға, атақ қыдыруға, бірдеңеге алуға, конечно, ужас керек жоқ. Бізде анау кредит алып аламызда тегін алған сияқты жүреміз, олай болмайды. Сол Астанаға келіп жатсаңыз, хабарласа, жаңа нөмірімді жазып алдыңыз ғой, иә? Тағы бір айтып қалыңызшы, мен жазып алайын. 775 060 20 22.
иә осы өз шаңырағымды жазып қойыңыз. Міне мына менің компаниям. Осы компания өз шаңырағымды деп қойсаңыз, Ерболат Берекелі Ереке деп қоясыз ба. В общем, мен бұрын көрген жүрмедіңіз или жаңа қосылдыңыз ба? жоқ көріп жүрмін, тыңдап нетіп жүрмін ғой. Мен өзім де мына отбасы банк жағынан грамотныймын, бүткіл нелердің бәрін оқып нетіп отырамын, интернеттен де барлығын қарап. Молодец. Негізі мынандай жай банктан алғанша сабырмен отбасы банктан алған өте дұрыс. Жаңағы Қайтадан таш видео түсіріп алайыншы қазір. Бір пайызы арзан. Жақындатшы тағы бір қайталап жүрші Әлеке жаңа сөзіңді. Негізі отбасы банктан ақшаны жинап жаңағы алған өте дұрыс болады, өйткені пайыз аз жаңағы басқа банктардан қарағанда. Басқа банктардан қарағанда пайыз аз дейсіз ғой, иә? Енді ақша жинау керек. Опы өсіріп, вознаграждение өсірсеңдер үйлі боласыңдар. Ай, бәрекелді, міне Әлеке. Жақсы, Ереке, рахмет сізге. Давай, Жұмыстарыңызға табыс. Жұмыстарыңызға табыс. Рахмет, қуаныштымын. Жақсы, алла жазса хабарласамын сізге. Давайте, байланыста болайық. Давайте. Кім мына жерде Мари деген қосушы деп жатыр, бірақ Мари пригасить. Ойбай, Мари емес, ойбай, пригасить басып қойыпты. Тұр ғой еще жыныс. Жоқ, Мари деген жаңағы. Мари деген, мен бұл ана байқамай басқаны басып қойыпты, пригасить. Мынау дейді, мен қосылғым келді, бірақ интернетім нашар, қатып қалай береді. Показать все дейді. Так, ал жақсы, мемлекеттік сыйлықақы бермейді деген естіп қалдым, рас па дейді. Ол сондай сыбыс шығып жатыр, пока толық ақпарат жоқ, так что пока сенбеңіздер. Бермейді дегенде имеется в виду шешіп ала алмайсыз, бірақ кредит алатын кезде ол сыйақы қалай береді ғой, по-любому. Жақсы, 1 сағат 40 минут болыпты мен отырғаныма, достар, бағанадан бері менімен болғандарыңызға мың алғыс. Менің эфирлерім әрдайым сейсенбі, жұма күндері шығып отыратын болады кешке. Амандықпен жақсылықта кездескенше аман болыңыздар. Тікелей эфир осылай күшті өте берсін. Сіздің офисіңіз қай жерде дейді? Арқан, менің офисім Астана қаласы, Балқанта 92.